Бағдарламаның басты демеушісі Мола Порт. Алматы тұрғындары үшін Есентай Music фестивалі жалғасуда. Есентай Молл мен Музон арнасы ұйымдастыратын сенбілік кеш әр апта сайын қыза түсуде. Қала тұрғындары мен қонақтары тағы бір әдемі кештің куәсі болды. Оған музыкамен әрлеп отырған диджейдің шарықтаған шабыты мен ерекше көңіл күйі дәлел бола алады. Каждую субботу приходите на Есентай Music Festival. Здесь очень круто, здесь море позитивных людей, очень много и качественно хорошей музыки. Всех ждем каждую субботу. Есентай Music Festival. Бұл жолы арнайы қонаққа келген премиум банд тобы әсерлі әндер орындап, жиналған жұртқа керемет көңіл күй сыйлауға тырысты. Ең бастысы, әнші мен тыңдарманның арасындағы нәзік байланыс бимен жалғасып жатты. Ал ашық аспан астында өнер көрсеткен аталмыш топ мұндай кештерге қуана келетінін айтып, ұйымдастырушыларға алғыс білдірді. Біз премиум тобы бүгін осындай тамаша кеште Алматының төрінде Есентай және де Музон ұйымдастырған осындай керемет фестивальда өнер көрсеттік. Әрине қолдаушымыз болды, бірақ оған қарамастан осындай қаншама халықтың алдында біз қолдаушымызды жеңіп, жақсы өнер көрсеттік деген сенімдеміз. Келген алматылықтарға және қала қонақтарына үлкен алғысымызды айтамыз. Сіздер өте керемет қолдадыңыздар бізді. Үлкен рахмет сіздерге. Әсем ән тыңдап, көңілді би билеген кеш қонақтары концерт уақытының аяқталғанына қарамастан өнерпаздарды ұзаққа дейін жібермеді. Әр сенбіде Есентай Моллға асығуды әдетке айналдырған жастар бұл жолы да әсерлермен бөлісуді ұмыт қалдырған жоқ. Өте жақсы деп ойлаймын, өте жақсы ұйымдастырған, жиі бола берген қалаймен. Есентай Молл дегеннен ең жастар келетін жер. Бұл жаққа мысалы суббота, воскресенье сайын жақсы бір ойын көрмек, осына би жиі боя берсек, сондай қалаймын. Негізі дұрыс деп ойлаймын. Концерт ұйымдастырып жатқан организаторға рахмет. Біздің көңіл күйіміз осылай көтергеніне, көңіл кешімізді жақсылап көтерген көңіл күйімізге рахмет. Осылай концерттерді ұйымдастыра берсін. Не дейміз, енді осындай көптеген концерттерді көріп жүре берейік жан-жақта. Әншілеріміз көбейе берсін. Бүгін кештеріңізге рахмет. Сондай-ақ бұл кештің ерекшелігі сахнаға жаз әніне билейтін бишінің шығуы болды. Көрермен көптен күткен жаңалық осы болар. Көпшілік бұл бидің ерекшелігіне таң қалысты. Танцую в стиле трайбл. Мен трайбл стилінде билейтін бишімін. Бұл Қазақстандағы жаңа бағыттағы би болып саналғанымен, бұл бидің өнерде жүргеніне 10 жылдай уақыт болды. Джаз әндеріне келетін бұл би баяу болғанымен әйел денсаулығына өте пайдалы би стилі. Биші ретінде жас қыздарға, келіншектерге бізге келіп осы биді үйренуге, билеуге кеңес беремін. Сенбілік кешке сән берген тағы бір өнерпаз топ халықтың ерекше ықыласына бөленді. Ән мен әншінің бағы көрерменнен екенін жақсы түсінетін жас өнерпаздар ерекше әсерде екенін айтады. Өйткені Есентай Music фестивалінің атмосферасы көңілді толқытпай қоймайтыны рас. Мы очень рады быть сегодня в этом году снова. Біз осы жылдың Есентай Music фестиваліне тағыда келгенімізге өте қуаныштымыз. Ашық аспан астындағы концерт өнер иесіне де көрерменге де ерекше әсер етеді. Мұнда әрдайым керемет көрермен болады. Қуанышты, көңілді, би алаңына айналдыратын керемет атмосферамен ерекшеленеді бұл жер. Есентай Молл мен Музон арнасына алғыс айта отырып, алматылықтарды осында шақырамыз. Әлі бір айға жалғасатын Есентай Music фестиваліне келетін өнерпаздар қала тұрғындары мен қонақтарын таң қалдырудан жалықпайды. Ендеше әр сенбіде сағат 19:00-де өтетін жарқында көңілді кешке асығыңыз. Есентай Молл мен Музон арнасы сіздерді күтеді. Бағдарламаның басты демеушісі Мола Порт.